қазіргі күндегі бізге ең керекті болған нәрсе, әсіресе қазіргі күнімізде, түнімізде, осы айымызда, о Аллахқа болған дұрыс тәуба. Біздің әрбіріміздің істеген нелеріміз бар? Жамандықтарымыз артта тұр. Қияметте алдымызда тұр. Қазір артымызда. Ұмытқан сияқты боламыз кейбіреулерін. Кейбіреулерін ұмытып та қалған шығармыз. Кейбіреулерін көрсек те көрмегенге алып кететін шығармыз. Бірақ ол ертең не қылады? Алдымыздан шығады. Әрбір адам өзінің кітабын көрген уақытта не дейді? Мали хадал китаб. Қандай кітап мынау? Ла юғадиру сағиратан вала кабиратан илля ахсаха. Үлкен кішін қалдырмай бәрін есептеп қойыпты ғой. Ешқандай бір нәрсе қалмай алдыңа есеппен келеді. Қазіргі күніміздегі сондай бір керемет күндерде, түндерде тұрмыз. Біз білсек егер соны, күнімізде, түнімізде кешірімге жолығатын күндер. Солай ма? Наби саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Кімде-кім Рамазан айын оразасын күндіз, ораза күндіз тұтса, оны не деді? Ұстаса не деді? Өткен күнәлары кешіріледі деді. Түнді не деді? Кімде-кім Рамазан айының түнін қиям қылса, намаз оқса, өткен күнәлары кешіріледі. Демек, біздің қазір 24 сағат уақытымыз ненің арасында екен? Кешірімнің арасында екен. Бірінші күнің, екінші күніңе, екіншісі, үшіншісіне 29-30 күннің барлығы түні де, күні де ешбір ойлап көрдің бе соны? Ешбір ойлап көрдің бе? Сенің қазір тұрған уақытың, түнің болса, ол кешірім уақыты. Күндізің болса, ол не? Кешірім уақыты. Бұндай күн, бұндай ай жылдың 12 айында жоқ. Сен әрбір уақытың, басқа уақытта біз іздейміз не? Басқа уақыттардың әрбір уақыттың өзінің кешірім уақыты бар. Біздікі қазір түнімізде, күнімізде ораза тұтқанымыз үшін, түнде намаз оқығанымыз үшін Аллах субханаху ва тағала не қылып тұрады? Бейднилла азза ва жал күнәларын кешіріледі. Сол үшін де жәннаттың есіктері ашылып, тозақтың есіктері не? Жабылып, мықтылап қойылған. Ғуллиқат деп жатыр. Жақсылап жабып қойылған уақыт. Жәннат футтихат деп жатыр. Екі жағынан ашып қойылған жәннаттың есіктері. Жақсылап ашып қойылған. Тозақтың есіктері мықтылап жабып қойылған уақыт. Осы уақытта біз тәубаға мұқтажбыз. Бүткіл жақсылық істеген жамандықтарымыздың несі? Артынан келетін жақсылық бізге қазір не болып жатыр? Дұрыс тәуба болып жатыр. Сол үшін қазіргі түндерімізде, күндерімізде тәубаның шарттарын дұрыстап, орындап тәуба қылуымыз керек. Тәубаның шарттарын білгенге де, білмегенге де, өзіме де, сендерге де ескертсек жақсы осы жерде. Біріншіден, Аллахқа болған ықыласпенен. Екіншіден, сол күнәні не? Қайтып істемеймін. Бірден тоқтатуменен. Үшіншіден, сол істеген күнәға қайтпауды не? Ниеттену керек. Төртіншіден, сол істеген күнәға өкіну керек. Жүректен. Түсінікті ме жоқ па? Осы менен сен Рәббің мен өзіңнің арасындағы болатын күнәларды шартын дұрыс орындаған боласың. Бейдниллах азза ва жал, оны не деп айтылады? Таубатун насух. Нағыз дұрыс тәуба осы. Шарттарын білдік па? Не екен? Біріншісі Аллахқа ықыласпенен қайтасың. Екіншісі сол күнәні бірден тоқтатасың, егер істеп жүрген күнәң болса. Үшіншісі сол күнәға екінші басқа рет қайтпаймын деп не қыласың? Жүрегіңнен шешім қабылдайсың. Бейднилла. Нешіншісі қалды? Төртіншісі өткен істеген күнәңа рахатпен емес, жағдай болса және бір рет істеймін деп өкінуменен қарау керек. Осындай бір күнә істеуге сонша уақытым кетіпті, сонша күнә мен жүрегім қарайған екен. Сол күнәлар менің
амалдарыма періштелердің қолындарындағы кітаптарға жазып қойылған екен ғой. Сол күнә екінші рет жазылмасын деп өкінесің сол істеген амалына. Соменен сен Раббың мен өзіңнің араңдағы болатын күнәнің тәубасын не? Бииднилла азза ва жал орындайсың. Егер және бір рет қайтатын болатын болсаң, Алла сақтасын, және осы тәубаның шарттарын орындап қайт. Және Алла өзі айтады, юхиббут тауабин. Аллахқа тәубе қылып қайтатындарды не қылады дейді? Жақсы көреді. Қаншалық күнә иесі болма, осындай бір күндерде қайтушы болсаң, Аллах өзі айтады. Аллах тәубе етушілерді, тәубеде де көп тәубе етушілерді не қылады дейді? Өзі жақсы көреді. Енді екінші мәселе қалды бұл тәубада, ол егер істеген күнәң сен менен өзіңе ұқсаған пенделердің арасындағы болатын кемшілік болса, оны енді ақтау керек адам. Бұрында адам бір нәрсе, біреудің ақсын жеп қойған, ұрлап қойған, ғайбат жасап қойған, басқа, жала жапқан, қанша Алла сақтасын пенделерменен өздерінің араларында болатын нелер бар? Күнәлар. Соның ақсынан өту керек. Оның ақсын өтеу керек. Өтемесең, ертең сені ұстайды. Өткендегі хадистегі муфлис, қияметте банкрот болған адамды білдік қой, не қылады? Наби саллаллаху хабар бергендей, намаз менен, ораза менен, зекет менен, хаж менен келеді да, бірақ не қылған? Мынаны боқтаған, мынаны ұрған, ананы соққан, мынаны қанын төккен, мынаны ғайбаттаған. Барлығы не қылады оны? Жақсылығынан алады. Жақсылығы бітіп қалса, ол ана ғайбат қылған, жала жапқан адамдарының күнәсін көтереді. Соменен ақыры ол тозаққа лақтырылады. Сол үшін қазіргі күнде болатын нәрсе, бізден ең үлкен нәрсе, бұл Аллахқа болған тәуба, истиғфар, қайту керек. Аллах субханаху ва таала тәубе етушілерді жақсы көретін екенін біліп, күнәларымды кешірет деген үмітпенен, егер кешірмесе, маған дайындалған азап бар деп қорқу менен осы мағыналардың бәрін жинап, адам Аллахқа истиғфар қылып тәуба қылады.